енді өткенді еске алып, осы Қосаяқтың қызықтары ғой, сол момент қандай қызықтар болды. А так главный қасында жігітің отыр, Арина мына жақта отыр. Ол мәз Арина деген сияқты. Білмеймін бұл не үшін мәз екенін білмеймін енді. Бұл айтады алтын көпір болдым деп қойды. Әр нәрсе себепші ғой. Бұндай алтын көпір керек па сендерге негізі? Өзі керек емес. Негізі Жанахам жаңа номинация кезінде біз екеуміз күліп отқанбыз. Қазір точно осының ішінде боламыз депші. Сонымен шығып қалған кезде білмеймін, реакция басқаша болып кетті. Жарайды енді ол болмайтын нәрсе былай айтқан кезде. Саған айтқым келетін, мен бармын қазір. Данма мен сенімен біргемін. Сенімен бірге болашаққа қадам жасап келе жатырмын. Бұндай нәрселерге бір мән беріп қараудың қажеті жоқ. Наоборот, осындай болып екен ғой кезінде деген сияқты. Бұл әзіл ретінде қалып кетеді. Одан бөлек сыйлығым бар еді жаңағы. Сыйлық? Фара. Фара. Шыққан қайтын жай айта берейін. Негізі байқасам, мен қызым жаңағыдай аққа жақ екен. Аққа жақ? Аяқ киімдерді көбінесе ақ киеді. Соған ырым-пырым дегендерге сенгім келмейді. Өзіне ақ аяқ киім ұнайды, соған тоже ақ аяқ киім. Вау, әдемі. Күшті, құтты болсын. Өзіңіз киіп, өзіңіз тоздырыңыз, Диана. Не от души сүйіп отыр негізі. Жарайды. Главное у нас болды ғой. Жалпы бұл жолы енді ұрысып, не қылмай, тоймен жарысайық, ақыры басталып жатыр ғой. Барлығымыз үйленіп, барлығымыз бақытты болып кетейік. Болды ғой, барлығы күшті. Диана? Диана ханым, сол күні предложение жасалғаннан кейін қайта біздің отношения одан ары қарай нығайта түсті да. Потому что біз деген особо телефонмен де бір қатты жақын емес едік. Қазір деген күнде сағат сайын, минут сайын кәдімгідей бір-бірімізді іздеп тұрамыз. Қай жақта жүрсің, қарның тоқ па, всегда вниманиені беріп тұрады. Егер де осындай бір қырсықтық мінездерім болса, мен сізден барлық халықтың алдында, осы қатысушылардың алдында кешірім сұраймын. Екінші, ондай мінездер мен жақтан қайталанбайды. Екінші, одан ары қарай да мен де сіздің көңіліңізге тиіп, көңіліңіз түсіргім келмейді. Тем более қатысушылардың ортасында отырып сізді түсіргім келмейді. Мен сізді жақсы көремін, мен сізге сенемін. Бастысы өзімді де өмірімді де сізге сен тапсыра аламын. Бәрі керемет, жайғасыңыздар, я. Өте әдемі, өте күшті. Киіп көріңіз. Бағана әсемге де аламын деп отыр еді жарнамада. Болмай қалды ма, бермеді ме киіп көруге? Жарайды, біз эфирді жалғастырамыз және ол үшін ортаға Маганы шақырамыз. Мағжан, келіңіз. Қалайсыз, Мағжан? Жақсы, шүкір. Өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, және дәл қазір студияға Фараны шақырсақ, иә? Иә. Иә? Не істейміз оны шақырып? Фараны шақырып көрейік. Жай ғана Фара студияға келсе, бәрі жақсы болады. Сізде бәрі дұрыс па негізінде? Иә, бәрі дұрыс, жақсы, шүкір. Бұл кімге? Білмеймін. Фара деген шықтық қой. Рахмет, Фара. Иә? Сізге? Жоқ, Мағжаннан емес. Бәсе? Хаты жоқ па? Белгісіз жан дей салайықшы, иә? Мағжан, не үшін шықтыңыз? Білмеймін, не үшін шықтым мен? Айтары бар деді. Да. Шымылдық емес. Жобадан кетем дедіңіз бе? Үйтіп айтқан жоқ сияқты. Енді? Білмеймін, енді келді қой жобаға үйленіп кетейік та. Енді дұрыс қой, ортаға не үшін шықтыңыз? Сіз ғой шақырып алған. Енді бір нәрсе бар дедіңіз ғой, айтқым келетін. Жарайды, Мағжанға сұрақты төтесінен қояйық. Еңлікке бұл сыйлықты не үшін бердіңіз?
не үшін бергенде жай бергем ғой. Кішкене көңіл күй көтеріліп жүрсін деген ғой. Соңғы кезде андай үміткермен дұрыс болмай жатыр ма бірдеңе қойдым. Настроениесі болмай жүр ғой, соған кішкене көңіл көтеріліп жүрсін деген. Сол үшін ғана ма? Нұрсұлтан. Ерасыл отыр ғой қасымда. Сөйтіп не үшін шығып бара жатыр дейді. Мен айтамын, по-моему, біреуге бір сезім білдіре ма, сондай бір нәрсесі бар шығар десем. Мә, елікке білдірейін деп отыр ма дейді. Ішінен шықты кәдімгі. Қимай ма? Кәдімгі қимастықпен айтты негізі. Сезім бар ма, Ерасыл? Жоқ? Мағжанға қиясың ба? Қимаймын дейді. Бәрі маған ешкімді қимайды. Негізі еңліктің үміткері бар. Бар. Жоқ, білем, үміткер бар Алаң ғой, екен. иә? Иә. Иә, бар. Сіздерде бәрі жақсы ма алаңмен? Нормально. Мағжан ортаға шыққанға дейін жақсы болған, Мағжан ортаға шыққалы бізде бәрі онша емес. Нормально. Жоқ, Диана ханым айтсақ бола ма? Иә? Мына жерде Мағжанның да басына тимейді екен деймін да. Үміткері бар, бір жігіті бар, қыздарға әйтеуір қырындап, сыйлықтар жіберіп отырады екенсіз. Кішкене күтсеңізші, таныстық мүмкін тоқтайтын шығар. Сол кезде сыйлықты беріп үлгересіз ғой. Уақыт жоқ. Октябрьда үйлену керек. Октябрьге әлі Неге уақыт. қазанда? Неге қазанда? Бір кісі айтты ғой, короче. Қазанда үйлен деп? Иә. Бір кісі. Соған дайындалып жатырмын. Осы бастан танысып, көріп, білісіп, сосын барып үйлену керек қой. 10 айда шұғыл түрде үйлену керек. Бұйыртса. Бұйырса. Мәссаған. Арина? Мен айтып кете салайыншы, үйлену керек деп қаншама қызға подаркасын беріп сезімдерін білдірген дұрыс емес шығар. Кішкене бір қызда тоқталсаңдаршы. Осы Арина сөйлесе, Арина жер шарындағы ер азаматтарға ренжілу сияқты пікір Жоқ, айтады, иә, ренжілу емес, негізінде. мен бар ғой, жігім Жігіттер кетеді. сендер андайсыңдар, жігіттер сендер сондайсыңдар. Жоқ, Диана ханым, просто мен... Жоқ, мен кімге подарка бердім? Шығады да, потом үндемей, қазір сіз оны суырып алдыңыз да, ана сөздің шығып тақ-тақ етіп айтып тастамаса, ешнәрсе Жоқ, мен кімге бердім? Әр қызға беретін деген. Бәрің менен бір подарка жүрген адамды жансая айтты. шықты. Біз негізі жансая деп ойладық, Диана ханым, шынымен де бағана еңілік. Енді Арина қара. Біреулер Хадиша деп жатыр. Арина қара. Біреу бір бәле айтып жатыр. Өмірді алайық. Студияны алып тастайық, өмірді. Адамдар қалай үйленеді? Бір қызбен танысасың, сыйлық бересің, болмаса екінші қызбен танысасың, сыйлық бересің, болмаса кім бірінші танысқан қызына сыйлық бересіп, сол қызға үйленіп кетіп жатқандар, ол редкий случай. Сара? Енді Мағжанның неқі уверенно шығып отқанына қарағанда, бұның енліктің үміткері барына қарамастан шығып отсын ғой, значит, мен ойлаймын, сыртта екеуі сөйлесіп, сен өзіне уверен болып тұрсың ғой, енлікті өзің қаратып алатыны, значит, ол жерде саған оның үміткері не помеха, сол үшін сен өзіне уверен болып отырсың, значит, сендер сыртта сөйлесесіңдер. Мүмкін, Любой адам Хадиша? өзіне болу керек қой. Диана ханым, мен айта салайын? Иә? Жоқ, негізінде Мага ешқандай мына қыздардың арасында бір ешкімге сыйлық беріп, бір көрініп жүрген жоқ сыртта. Міне шынайы келіп, эфирде келіп, кәдімгі подаркасын беріп жатыр. Онда тұрған не бар? Кім, Арина? Жоқ, бұл жерде кім таныспай жатыр? Кім бұл жерде жұп болмай жатыр деймін да. Енді қазір жоқ, үміткер может ұнамайды еңлікке. Қазір еңліктің жауабы может я деген сияқты ғой. Мен алдында Магадан байқап қалған тұр. Негізі Мага екеуміз біз доспыз. Бізге етіп қосудың қажеті жоқ. Алдында Маганың бір несін, эмоциясын байқадым да, еңлік негізі жақсы қыз, иә деп менен сұрағаны бар. Мен айттым, иә, еңлік негізі жақсы қыз, танысып көрсең болады деген сияқты. И содан кейін ойланып, қазір нақты қадамын жасап тұр Диана ханым. Ол енді таныстық алаң болсын, танысып көрсін. Еңлік я Нағыз қадам мен көріп отырған жоқпын. Негізі Хадиша шығып алып, үндемей отыр ғой, Диана ханым оның сөзін өзі суырып алды. Жоқ, суырып алғанда мен мойындамай, жоқ, мен емес деп жатқан жоқпын ғой. Мен сыртта бірдеңе жасап, или болмаса сыртта подарка беріп жатқан жоқпын. Эфирде беріп жатырмын подаркасын. Болды ғой. Санат? Диана ханым, шыны керек, енлікте кетер емес, бір емес, бір екі рет сырласудан басталды, отырып алдына әңгіме айтып деген сияқты. Сырласуда? Иә, сырласуда всегда бірге отырады ғой, екеуі. Сол жаққа дайындалған то же сама. Диана ханым. Негіз Мага достойн жігіт қой, Диана ханым, шыны керек. Ол жерде біз Мага екеуміз ғана болған жоқпыз, ол жерде Санат болды, Дана болды, мен Данамен бірге жүремін ғой всегда. И сол үшін де бірге отырдық, біз ол жерде Мага екеуміз ғана тығылып алып сырласуға отырған ондай түгіміз жоқ. Және мен ойлаймын, мына жерде сыйлықты алған мен дұрыс болмас, мен үміткерге деген сыйластығым жоқ болып қалады, сыйлықты алмай қояйын негізінде. Иә. Бере саласың ғой. Алмай қоясыз ба, сонда не істейсіз? Алмайсыз ба?
мен жоқ үміткерім бар ғой, оған көрсеткен сыйластығым. Диана ханым, мен ойлаймын да, еңлік ол сыйлықты ал. Өйткені әрине түсінемін да, шаблонный фраза, мен үміткерім бар ғой, мен сыйластық ретінде осыны жаңағы қабылдамаймын, өйткені басқалар жаман ойлап қалады дегендей. Сен жаңа Мағжан сенің есіміңді атаған кезде, Мағжан өз Диана ханым сіз атадыңыз ғой, бәрі де еңлікте жылылық сезіледі. И әрдайым мен тоже байқаймын, что осы екі адам бірінің астына бірі. Ана жылы раз не ошибаюсь, қол ұстасып отқан жерлерің болды, да, что-то такое. Лучше ты ее за руку взял, что ли, Мағжан? жоқ, мысалға да жылулық бар дейді ғой. Енді біз мысалға еңлікпен бай сыртта да сөйлесеміз, просто жылулық байқамасаң барып ойбай мынау біреу айтты екен, сендер жарасасыңдар деп барып біреуге сезім білдіре бермейсің ғой. Просто одан мен қазір алып ойбай еңлік давай кеттік, ертең ЗАГСке барамыз деп жатқан жоқпын ғой. Просто танысып көрейік деп жатқанмын ғой. Аха. Я демек Диана ханым бар ғой, бәрібір де бізде ер азаматтарда, чтобы өйстіп шығу үшін Диана ханым, олар бізде андай ер азаматтар жоқ, который қасына жоламайды қызды, жай ғана ұнатады, и потом хоп, осы жерде сюрпризбен жасайтын. Жоқ, бізде ер азаматтар бірінші былай жан жақтарын сипап, ой, так, мына жерде қалай екен, жылы ма екен, суық па екен, и содан кейін бірақ бастайды да, и все. Но негізі Диана ханым сырт көзге неплохо смотрится. Если үміткерің ұнамаса, онда қабылда. Жандос. Диана ханым, мен бағанадан беріше Мағжанға қарап отырмын да, менде бір сұрақ. Қолыңдағы браслет кімдікі? Өзімдікі. Екеуі ма? Жоқ, біреу өзімдікі ғой. Біреу ше? Еңліктен ағам, білмеймін кімдікі екен. Жоқ, Диана ханым, онда 2 күн бұрын Магада кетіп қалыпты менің браслетім. Жаңа айдан айтып отыр, қолдарын ұстасып отыр деген сияқты. Мен қолымда браслет тұрды, одан кейін ол браслетімді алып алған болатын. Одан кейін 2 күн сода қалып кетіпті. Мен оны вообще даже бар жоғында білген жоқпын, себебі ол браслет менің ағамдікі болатын. Аңыздікі? Иә. Диана ханым. Не үшін еңліктің ағасының білезігін тағып жүрсіз тастамай? Жоқ, просто нерде тағып отыр екен да. Үнемі сіздің махаббат хикаяларыңыз осы білезікпен байланысты Мага? Жоқ, просто мынандай ғой. Қолына тағып отыр екен да. Қолынан ғой. Еңліктіңше. Соны берші тағып көрейін дедім да, сон қолында мына жақта жүр екен да, соны. Диана ханым. Ау? Браслетке мынандай болса, негізі клубникаға сөз салу керек еді саған бауырымшы. Қалай дейді? Мен 2 рет қайталамайын бауырым. Жоқ, айтам да, клубникаға негіз саған сөз салу керек еді мына жерде ше. Болды, не ғой деген жерде күлет, брат. Қайталамайын деп қайталап қойдыңыз ғой. Жоқ, ойнап айтып отқан ғой. Ой, еңлік енді, мына білезіктен кейін ана құлпынайды ала бересіз ау. Диана ханым, Ерасылдың пікірін тыңдайықшы, что-то артында Жарлайын деп отыр ма? пысылдап атыр, как мына әрінде тамыр шығып кетті, маңдайындағы бар ғой. Ерасыл, не болды? Жоқ, Диана ханым, барлығы жақсы негізі. Негізі жақсы, бірақ та мұн жақта кім еңліктің үміткері бар өзінің, мысалы. Бар. Үміткермен танысып жүр дегендей. Және де екіншісін мен айтып едім ғой, мен бір рет Мағжан ортаға шыққан кезде тең-теңімен, тезек қабымен деп сол мақалды жаттап алғам да өзімше. Ең жақсы көретін мақалым сол. Сол жағынан енді Мағжан өзі ажырасқан жігіт. Мұн жақта еңліктің де бір оттай лаулап атқан бір сезімім бар деп ойламаймын, шыны керек Диана ханым. Сол себепті ешқандай бір таныстық басталғанын шынымен де қаламаймын. Одан да үміткермен жалғастырсын дейсіз ғой, Одан да үміткермен жалғастырсын, өзінің басқа үміткерін күтсін. Айта кетейінші пікір. Былай ғой, Ерасыл, негізінде сен осы ортаға шыққан көп адамдарға қимайым дейсің, ол да негіз қате. Мүмкін сен өзің қарындас ретінде көріп отқан адам бағын байлап отқан шығарсың бұл сөздеріңмен. Просто андай ғой, танысып көрсін, сен неге всегда қарсылық білдіре бересің деймін да. И мынау еңліктің жаңа білезікке реакциясы Диана ханым, егерде адамға жақтырмайтын адам болатын болса, сенің бір нәрсеңді алатын болсаң, сен война устраивать етесің, ана затын қайтарып алу үшін. Бұл жерде еңліктің реакциясы нормальный. 2 күн бойы мына білезікті Мага алып жүрген болса, значит бұл жақта да бір нәрсе бар деген сияқты. Бар. Жоқ, хамо, мұн жақта айтайын дегенім енді, еңлікті қимайым деп айтам ғой, енді всегда айтам. Бірақ та, егер осы жерге бір достойн жігіт келіп, үміткері келіп, еңліктің андай нық-нық қадамдарын жасаса, мен бұл жақта ешқандай сезім жоқ. Мен еңліктің бақытты болып кеткенін қалаймын, Диана ханым. Бірақ та, Мағжанның енді
тең теңімен деп айтып жатырмын ғой. Бір қызды бақытты қыла алмаған адам екінші қызды қалай бақытты қылады деймін да. Сен айтып жатсың Сен ғой берді отырып алып ше. қазір бір минут нық қадам дейсің, сен сол нық қадамды жасауға мүмкіндік берсейші, сен дейтін бастан бас уже қимаймын деп шығасың ғой. Киген жігіттердің барлығын да недостоин деп айтты, ол қате нәрсе. Иә, Мағжан. Берді Ерасыл білмеймін ғой, сол мақалды жаттап отыр, басқа мақал жаттап отыр. Негізі сен ол мақалды Жоқ, сол мақалды жаттап алған менді. Сен басқа жерде айт ол мақалды. Сол мақалды жаттап айта бергім келеді. Аузымнан шықпайды сол мақал. Айта берем және айта берем. Шығармаса не аласың оны шығарып? Шығарам, до конца шығарам. Мен еңліктен сұрайыншы, Диана ханым, саған жалпы Ерасылдың осы қимаймын деген сөздері, басқа да бір пікірлері былай әсер ете ма? Маған негізі ешкім сөз әсер етпейді. Тима. Иә, Диана ханым, мен нақты Хадишаға қарап отырмын да, бағаннан бері былай қараймын, что-то көңіл күйі болмай отыр. Сосын байқап жүрміз, көп Мага екеуі негізінде өте көп отырады, стримда бірге отырады. Сол Хадишаның сезімі Магаға, ал Маганікі еңлікке ашылып кеткен сияқты нақты. Жоқ, берді Диана ханым, вообще Хадишаға қосылу қажет жоқ. Просто Хадиша бүйтеді да, сен бүйтіп негізі сөйлесең, нормально сөйлесесің ғой. Біз стримда негізі басында бүйтіп стримда отырдық та, екеуміз жақсы сөйлестік. Сосын ертесін эфир келдік та, сонымен, что там кеше ұтылып қалдың ғой деген сияқты әңгіме айтты. Сонымен, сен ұту қайда деп, сонымен әңгімеден әңгіме шығып кетті. Сонымен екеуміз сөйлестік жақсы. Мына жақта мен Ақтөре досым дұрыс па? Білмеймін, Ераза. Досымсың ғой сен менің. Сол сияқты Магада стример досым ғой, короче, былай айтқанда. Бұл жерде не енді бір сөйлесіп қалсаң не сразу ғашық деген сөз емес қой, Тима. Кішкене аузыңа авария болып дұрыстап сөйлеші. Мен айтамын да, қаяқтан ғана дос болу керек. Жаңа ортаға шыққаннан бастап настроением жоқ қой, Диана ханым, бұл мәселеде емес қой. Алмат. Жоқ, Диана ханым, мен айтып жібере салайыншы. Қазір енді Хадиша айтып отыр ғой, бұрын Ақтөремен доспыз ғой деп, бірақ енді сол кезге үңіліп қарайтын болсақ, ол жерден достықтан махаббат шығып кеткен еді дегенде ғой. Мына жақтан да кейін махаббат шығып қалып жатпасын. Иә, Диана ханым, енді адамға ұқсамайды ғой. Ақтөре бөлек адам деген сияқты, Мага басқа адам. Жаңа бірақ эфирге дейін байқадым да, мен қасында отырғанмын Хадишаның сөздерінен қайта Мага деп тиісіп қалып, Мага деп сөйлеп. Екеуі кәдімгідей бір-бірін білмеймін енді, Хадишадан больше байқалады да сол нәрсе. Енді айтсақ та жаманатымыз, айтпасқа болмады енді. Краштар алдамайды. Бізде жарнама.